Сарқан ауданында парктер шеруі 2025 халықаралық табиғатты қорғау акциясының ашылу салтанаты өтті. Шараға парк қызметкерлері, колледж студенттері мен мектеп оқушылары қатысты. Салтанатты шеру Сарқан қаласының жастар паркінен бастау алды. 300-ге жуық адам таза болса табиғат, аман болар адамзат атты ұранмен өтті. Аясында шеруге табиғи парк қызметкерлері, аудан тұрғындары, колледж студенттері мен мектеп оқушылары қатысты. Біздің елімізде 97 жылдан бастап ұлттық табиғи парктерде, саябақтарда өткізіп келеді. Біздің ұлттық табиғи парк 2010 жылы құрылса, 2011 жылдан бері осы акцияға ұлттық парк өз үлесін қосып жатыр. 2011 жылдан бастап, 10 жылдан астам уже бізде осы акция жылма-жыл өткізіледі. Осы парктер шеру салтанатты ашылуын ағаш отырғыз күнімен үйлестіріп отырмыз. Бүгінгі күні қазір өзіміздің ұлттық табиғи парк аумағында 50 данадай көшет отырғызамыз. Парктер шеруі халықаралық деңгейде жыл сайын табиғатты қорғау мақсатында өткізіледі. Аталмыш акция 2011 жылдан бері өткізіліп келеді. Аясында жыл сайын Сарқан, Алакөл, Ақсу аудандарында таза Қазақстан, таза лайк, қоршаған ортаны қорғау, жер мен құстар күні, бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні сынды экологиялық шаралар, экскурсия мен шығармашылық байқаулар өткізілуде. Жастардан мінекей бәрі бір кісіде атсалысып, мінекей екі демалыс болды. Күнде тазалық сенбілігі өтіп жатыр. Сондықтан мен мына жастарға, болашаққа бәріне үлкен денсаулық, жақсылық тілеймін. Шара Жоңғар Алатауыл ұлттық паркінің бас ғимаратында мерекелік концертпен ұласты. Мұнда қатысушыларды жергілікті өнерпаздар мен аудан тұрғындары күтіп алды. Аудандық шығармашылық үйінің оқушылары ән шырқап ерекше көңіл күй сыйлады. Біз Аманбөктер негізгі орта мектебінің оқушылары, табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Қазақстанның жасыл жүрегін сақтау біздің парызымыз. Біз Икаша орта мектебінен осы Сарқан ауданына келіп отырмыз. Келген себебіміз парктер шеруіне атсалысып отырмыз. Табиғат аман болса табиғат, аман болар адамзат демекші, табиғатқа өз үлесімізді қосып, аңдарды аялайық. Сондай-ақ парк аумағында 50 түп қарағай көшеттері отырғызылды. Басты мақсат қоршаған ортаның жай-күйін жауапкершілікпен қарап, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Шолпан Ильясқызы, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан.